болса сиқырды біледі. Флэп-флэп батыр алысын шалатын. Персидің қаһарман жайлы әңгімесі бар. 4 дос айрылмас айдаһары бар. Оларды қашанда оқиға күтіп тұрар. Олар салғандара бір із бар. Персидің ертегісін тыңдаңыздар. Тату мен көмек шарқан. Маған қараңдар. Мәссаған, мен де көрем. Абайлаңдар, кезектесіп ойнаңдар. Қане, флэп-флэп, дайынсың ба? Мен ұстай алмайсыңдар. Ол жағын сосын көре жатармыз. Мен қазір келемін. Жоқ. Сенің сырғанағың келмей отырма, флэп-флэп? Келет. Тату маған бәтеңкенің бауын байлаудың ерекше түрін үйретемін деп еді, бірақ оның ойыны бітер емес. Мен жеңдім. Тату, аяқ киімінің бауын байлауды үйретем дегенің рас па? Иә, хут ұстаз, үйретемін. Бірақ алдымен ойынымызды аяқтап алайық. Айтпақшы, достарына берген уәдесіне тұра алмайтын мазасыз қарақшы туралы әңгімем бар еді. Рас па? Бірақ ол батыр әрі ержүрек. Қазына табудың хас шебері болады. Сөзіңнің жаны бар, алайда ол тым ұмытшақ еді. Естуімше, ол алыс мекенге сапарға аттанады. Қамалға ма? Бәлкім батырлар еліне барған шығар. Я солай. Бірақ одан ары не болды екен? Кітабымды барып алып келейінші. Қане өзіміз табайық. Менімен біргесіңдер ме? Бәріміз бірге. Керемет күш! Керемет күш! Келіп жеттік, достар. Бәрі біз естігенде екен. Йоқ, керемет екен. Зип, бәрі дұрыс па? Мұражайда қарақшылар көрмесі болады екен. Қане, сонда барайық. Бара алмаймыз. Алдымен Зипті төмен түсіруіміз керек. Еш қиындығы жоқ. Жарайды! Зип! Таппайтының жоқ екен. Рахмет саған, досым. Қолыңнан бәрі келеді. Көмек шарқан деген осы болады, достарым. Қарақшылардың да осылай жасағанына сенімдімін. Енді барамыз ба? Жоқ, арқанды байлауды үйретпейінше ешқайда бармаймыз. Мен секілді нағыз батырларға бұл әдістің қажеті болатыны анық. Әрине үйретейін. 50 арқанды байлатып үйретемін. Бірақ алдымен қарақшылар көрмесіне барып келейік. Тоқта. Алло? Алаба? Қабай, қазір барамыз. Жылдам жетеміз. Мұражайды тонап кетіпті. Алабаға біздің көмегіміз қажет. Тамаша, керемет болды. Ақыры мұражайға да кіретін болды. Кешір, Тату, бірақ Алаба өз зертханасында. Іздеу жұмыстары да сол жерден басталады. Кеттік, тезірек барайық. Я, кеттік. Ұрлықшылар қарақшылардың көрмесіне тиіспеп пе? Көрмедегі заттардың біразы ғана қалыпты. Бірақ олар ең қажетті затты ұрлап кетіпті. Ол кеменің тұтқасы. Тұтқа ма? Оларға тұтқаның не үшін қажеті болды екен? Ту, сенде. Тұтқа қайықтар мен кемелердің жүрегінің жаны емес пе? Ал ол тұтқа алтыннан жасалған болатын. Алтыннан? Рас па? Флэп-флэп, сен оны тауып, маған қайтаруыңды сұраймын. Құп болады. Еш белгі қалдырмап па? Тек мынау ғана. Маған мына аяқ іздері жақсы таныс. Бұл Натстың аяғының ізі. Бірақ мына ізде бір кемшілік бар. Оның иісі масқара екен. Ақымақ ұрлықшы Натс, бұл бізге керек айғақтың өзі. Демек Натс бұрынғы әдетіне қайта басқан. Ол қаладағы жер асты құбырларында тығылып жүр. Бізге арқан қажет болады. Жоспарың керемет екен, Флэп-флэп. Қазір алып келейін.
Бірақ Натстың қай құбырда жүргенін қалай білеміз? Бүкіл қаланы аралау мүмкін емес қой. Осы сұрақты қойғаның жақсы болды. Менің соңғы жетістігімді пайдаланыңдар. Ол теле 5000 деп аталады. Шатырдың үстінде тездетіңдер, уақытты босқа өткізбеңдер. Жоспарлағаным осы болатын. Арқан байлауды үйретесің бе, жоқ па? Оны қоя тұр, достым. Алдымен теле 5000-ді тауып алайын. Уәде берген өзің емес пе едің, Тату? Сен оған арқан байлауды үйреткенше мен телескоппен қарай тұрамын. Болған соң өзің пайдаланасың. Таптым. Натс ақымақтың табы өзі. Тоқтай тұр, мен көрейін. Жүрісін мұқият аңдайтын болсақ, Натстың құпия апанының қайда екенін білуімізге болады. Әне! Енді сол жерге барайық. Осы уақытқа дейін көруді армандаушы еді. Бірақ бәріміз бірігіп бұл жаққа бара алмаймыз ғой, Тату, түсінемісің? Дұрыс айтасың. Ендеше Перси екеуің метромен барыңдар, ал Флэп екеуміз ақылдасып алайық. Тамаша. Дайынсың ба, достым? Өздігімен жүретін батырманы басып алайын. Мінекей, болды. Енді бастаймыз ба? Нені бастаймыз? Арқанды ма? Оны кейінірек үйретемін. Ең алдымен мен жүргізсем бола ма? Дауылды күндері теңізде талай кемелерді басқарған. Жүргізсем бола ма деп қана сұрадым ғой. Егер оны қаламасаң, солай айта салмадың ба? Енді келіп босқа ренжіп жүрсің. Мұнда екенсіңдер ғой. Бақытында келдіңдер. Алтын тұтқаға жетуімізге аз қалды. Арқанды ұстаңдар, мен түсемін. Бәрі дұрыс па? Иә, солай секілді. Мына жерде бірдеңе жатыр. Мұражайдағы қазыналардың бірі. Ал тұтқа қайда екен? Ойқап, біреу келе жатыр. Ендеше кері қайт. Жоқ, тұтқаны табуым керек. Мені сонда күтіңдер. Эй! Алтын тұтқа! Таптым, оны таптым. Ал мен сені таптым. Флэп, достым! Флэп! Сонымен, нағыз батырдың өзімін дейсің бе? Тамаша. Ендеше батырлығыңды паш етсеңші, батырым. Орныңнан қозғалушы болма, Натс. Қолымдағы құрылғының не екенін білетін боларсың, ақымақ. Қазір батырманы бассам жаман болар. Ой, қорқып кеттім. Өзі сонда ержүрек екен. Не? Жоқ, бұлай жасама, ақымақ. Натс! Флэп, бәрі дұрыс па? Натстың қолын кісендеп тастадым, бірақ ол қашып кетті. Ол жерден тез арада шыққаның дұрыс. Арқанды ал, сөйтіп тұтқаға байла. Жарай. Тұтқаны байладым. Дайынсыңдар ма? Қап, ол басқа арқанға байлапты. Көмекші арқанымды байла. Ол өте мықты арқан. Не істесем екен? Оның қолынан келмейді. Өйткені мен оған үйреткен жоқпын. Оның қолынан мүлде келмейтінін білмеппін. Осының бәріне кінәлі екеніңді түсінген боларсың, Тату. Енді көмекшілерді шақыруымызға тура келеді. Флэп-флэпті тезірек шығаруымыз керек. Тез арада. Натс кез келген уақытта қайтып келуі мүмкін. Флэп-флэп, менің найзамды қолда. Көп рахмет. Бірақ мұны мен не істеуім керек? Қане мен көрейін. Сиқырлы таяқшам бермен кел. Тұтқаны байлап алып кел. Флэп, көмектесті ме? Сиқырыңның неге айналғанын қарашы. Ой, жоспарым бойынша бұлай болмау керек еді. Бірақ жаман емес, күлгін түс жақсы ғой. Қорқушы болма, достым. Тату сені құтқарады. Келе жатырмын. Кешірім сұраймын, достым. Уәде бергенімде саған арқан байлауды үйреткенімде ғой. Қазір оны ойлайтын уақыт емес. Арқан байлауды кейін үйретесің. Ал қазір тұтқаны шығаруымыз керек. Міне, бұлай байлау керек. Қазір тағы бір байлаймын. Содан кейін сен... Қажет емес, үйреніп алдым. Енді тартыңдар. Осыншалық зерек екеніңді білмеппін, достым. Шығардық. Келесі кім? Флэп?
Мен келдім, достар. Мен де келдім. Жарайсыңдар, достар. Алтын тұтқамды қайтарыңдар. Не? Флэп, саған уәде берген едім. Уәдемде тұруым керек. Сондықтан дәл қазір саған үйретемін. Дұрыс айтасың, тату. Тағы көрсетейін бе? Қажет емес. Эй, мені күтпеңші.